Сен осымен бәрі бітті деп ойладың ба? Олардың ұлы болуына тек бір ғана жағдай, бір ғана соққы жеткілікті болды деп, бір сәт, бір әрекеті ғана жетістік әперді деп ойладың ба? Бәрі де солай, осымен бітті деп ойласаң, қатты қателесесің. Керісінше, енді басталды. Бұл арманға қарай басқан алғашқы қадам. Кішкентай ғана жетістіктен кейін оған марқайып, тоқтап қалмау қажет. Үлкен жетістік жолы енді басталды. Жаңа бастау арқылы сен өзіңді жаңа қырыңнан танисың. Жаңа белесті бағындырасың. Жаңа өзіңді жаратасың. Ендігі белес болмысыңды тексеру, шыңдау кезеңі. Өз еркіндігіңді, әлі қуатыңды анықта. Бұл кезеңде жүрегіңді тыңда. Сенің қолыңнан тағы да нелер келеді? Яғни соны анықтайтын, шыңдалатын кезең басталды. Мақсатыңа жеткенше ешқандай жексенбі, ешқандай мерекелік демалыс, ешқандай туған күн сияқты демалыстар сені әлсірететін босаңсуға ешқашан жол берме. Бәсекелестікке төтеп бере алатын қуатыңды үздіксіз арттыр. Сылтау айтып, ерінуге жол берме. Тәнің ауырып тұрса да сылтау айтпа. Өзіңе сен, сылтауды жеңсең, жетістікке жетесің. Шаршап, берілгің келген сәтте, бәрінен жалыққан сәтте, бәріне қолыңды бірақ сілтегің келген сәтте де, тіпті жан тәніңмен ауырып, дәрменсіз қалған сәтте де, қойған мақсатыңа жету үшін алдыға қарай бір қадам болсын басуың қажет. Оған күшті қайдан, қалай аласың, ол сенің шаруаң. Қалай болмасын бір қадам бас. Бір айналым жүгіруің қажет, бір соққы болсын жасауың қажет. Сен неден қорқасың? Естисің бе? Сен жалғыз емессің. Жолыңдағы барлық қорқынышты алып таста. Қорқыныш деген нәрсе жоқ. Оны сен өзің жасап алғансың. Оны сен жасадың. Демек, өз қорқынышыңды сен ғана жеңе аласың. Қорқынышыңды жең. Өзің қалаған батыр адам бол. Өзіңді өзің жаса. Қорқыныштың сені билеуіне жол берме. Қалай өмір сүресің, өзің шеш. Қорқынышқа алданба. Оған емес, өзіңе сен, жасайтын ерлігіңе сен, жеңісіңе сен. Саған керегі қорқыныш емес, жеңіс емес пе? Ендеше қорқынышты неге тыңдайсың? Жеңіске ер, оған жет. Адамдардың барлығы өмірінде бір рет болсын жығылады, сүрінеді, қателеседі. Алайда жығылған жерінен тұрғандар, қателігін түзеткендер ғана мақсатына жетеді, ұлы адам болады. Арыңның, намысыңның айнасына қара да өзіңе айт. Өзіңді сендір. Сен күштісің, сен батырсың, сен жеңесің, мүлде басқа адам боласың. Өзгелер саған құрметпен қарайтын болады. Осы сәтке дейін саған кедергі келтірген қателік пен қорқыныш сені тек шыңдайды. Сен тарихта қаласың. Сенің егер жасасам қалай болады деп ойлап тұрғаныңнан, жасадым, бірақ сәтсіз болды дегенің әлде қайда, тіпті 1000 есе артық. Арманың жайлы әрекет етерде, егер деген ой санаңды құрсаулап алса, оны бірден ұмыт. Себебі бұл өмірде әр іске кірісерде егер деп қарайтын күмәншілдер емес, істеймін дейтін іскерлер ғана жетістікке әбден жетеді. Сен құлауды емес, еңсеңді тіктеп тұруды таңда. Сен қоғамға масыл емес, таңдаулы тұлға болуды таңда. Сен мағынасыз өмірді емес, мәнді де сәнді өмірді таңда. Дәл қазір таңдау жасайтын күнің. Ертең емес, келер апта емес, келер жылда емес, дәл қазір таңдау жаса. Өзіңе сен, сенім әлемді өзгертеді. Тарих сені ұмытпайды. Өзіңді құрметте. Мен саған сенем. Сен ешқашан берілмейсің. Сен жеңесің. Сен чемпионсың. Сені туған анаң, сенің жарың, сенің ұрпағың, достарың, әріптестерің сенімен мақтанады. Себебі сен өзіңді жеңдің. Аяққа тұрдың, жетем деген биіктерді бағындырдың, жалқаулығыңды, сылтауларды, жаман әдеттерді жеңдің де жеке тұлға болдың. Бұл сенсің. Сен дәл қазір өзгердің.